Алматылық жастар Экспо 2017 көрмесіне арнап екі түрлі спиннер шығарды. Олардың бірі халықаралық көрменің биылғы логотипі бейнесіне жасалса, екіншісі қошқар мүйіз оюымен сәнделген. Бүгінде әлем балаларының қолынан түспейтін осы бір ойыншықтың алғашқы қазақша нұсқасын тілшіміз Амангелді Сейтхан көріп келді. Арасында екі спиннерде өте әдемі жасалған, жарқырап тұр. Әсіресе қазақ елі деп аталатын қошқар мүйізбен сәнделген ойыншық бірден көздің жауын алады. Идеяның негізгі авторы Досанғаумен спиннерді бірінші рет көрген сәтте осындай дүние жасауды ойлапты. Өйткені ұлттық ерекшелігімізді әлемге танытуға бұл таптырмас мүмкіндік дейді ол. Кез келген әлемде мысалға осындай трендтер болады. Біз олардан керісінше тығылғанның орнына, қашқанның орнына, және де оған бөгет қойғанның орнына біз оларды керісінше осылай ұлттық өзіміздің нақышымызға, ұлттық бағытқа бұрсақ, керемет біз ұтқанымыз көп болады. Жас кәсіпкерлер бұл спиннерлерге балалар түгілі үлкендердің де қызығушылығы басым екендігіне, әрі бұған сұраныс көп болатындығына сенімді. Себебі бұны ойыншық ретінде емес, кәдесый етіп сыйлауға да ыңғайлы. Бұл бір қазақтың талисманы сияқты көрінеді қолда. Отандық дизайнмен жаңағы отандық өнім болып табылады. Шаңырақты білесіздер өздеріңіз. Жаңағы шаңырақ шайқалмай, қазақ елі болып 300 айналған кезде де шаңырағымыз шайқалмай, жаңағы түп-түзу болып тұрады бұл жерде. Қоғамда қазір спиннер туралы екі түрлі пікір айтылып жатады. Көпшілік бұның зиянды жағын айтады. Дегенмен бұл спиннер дегеннің өзі 1990 жылы сонау Америкада пайда болған екен. Ғалымдар алғашында мұны аутизммен ауыратын балаларға арнап шығарған. Яғни тоқтамай айналып тұратын мына құрал оларды емдеудің бір терапиясы іспетті. Дегенмен ол кезде өтімді болмаған, бірақ былтырдан бастап бұл әлемдік трендке айналды. Қызығы, биыл мамыр айында осы спиннер деген сөзді іздеу интернетте рекорд қойған екен. Сол интернетті қарап отырып тағы бір қызыққа тап болдық. Мына менің қолымдағы оюлы спиннерді көршілес қырғыз ағайындар қырғыз спиннері пайда болды. Қырғыз спиннер сатылымда деп шығарып жатыр екен. Бірақ жастар жобаларын қазір патенттеп, халықаралық сертификаттарын алып қойған. Сондықтан олар бұл ойыншықтарды шілде айының ортасынан бастап жаппай сатылымға шығармақшы. Туристерге емес, күллі қазақстандықтарға үлкен сый болып табылады. Өйткені бұл тренд әлемге таралып жатқан спиннер бір күні ол жойылады, дұрыс па? Яғни ертең бұны ешкім қолданбайды. Бірақ бұл кәдені тіпті алып қалып, осындай жыл, пәлен жылы осындай бізде экспо болған, содан қалған кәде сый ретінде ұрпақтан ұрпаққа бір үлкен бір экспода мұра болып қалуы мүмкін. Қазақша спиннерлердің саны шектеулі. Өйткені кішкентай бұл ойыншыққа кететін шығын көп дейді бастамашыл топ. Сондықтан олар әзірге тек 5000 данасын шығарған. Амангелді Сейтхан, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.